chaqirdi bir baqit, kuyib janib yuragim qaldim onatib. Biz asqar armanbiz, vatay lovlab shang'amiz, shin muhabbat sezimga ega bo'lganmiz. Biz g'ajab tanglarmiz, savli bo'lib tamg'amiz, umiding bor ko'rini birga borganmiz, birga borganmiz. Ömür yolların, dağların, ormanın aralagan şaqtarda sensin qorganim. Appak tiligim ko'p izlab yurdim, birga sog'ar kewdimda sensin yuragim. Biz asqar armanbiz, vatay lovlab shang'amiz, shin muhabbat sezimga ega bo'lganmiz. Biz g'ajab tanglarmiz, savli bo'lib tamg'amiz, umiding bor ko'rini birga borganmiz, birga borganmiz. Armanbiz, vatay lovlab shang'amiz, shin muhabbat sezimga ega bo'lganmiz. Biz g'ajab tanglarmiz, savli bo'lib tamg'amiz, umiding bor ko'rini birga borganmiz. Biz asqar armanbiz, vatay lovlab shang'amiz, shin muhabbat sezimga ega bo'lganmiz. Biz g'ajab tanglarmiz, savli bo'lib tamg'amiz, umiding bor ko'rini birga borganmiz, birga borganmiz. Na 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 na
al. Hürmet kılar. Kanın. Devletimizde. Dövbe şıkkalarınız kutu olsun. Endi bizim elde кейбір жерде төрге озғандарыңыз деп жатады. Кейбір жерде төрге шыққандарыңыз деп жатады. Құдай қосып құда болып жатырмыз, Құдай қаласа. Мынау Қаратаудың баурайы жаңағы Түркітатта май шығатын кенді жер, киелі жер, жаңғырған жеріне қош келдіңіздер. Құрметті құда-құдағилар. Енді етек жағын кеңге жайған қоңырат деген елде боламыз біздер енді. Өздеріңізде естіп біліп жатқан шығарсыздар. Қоңырат апа, қоңырат деген ел. Мынау орта жүздің ішінде қоңырат өзіңіз білесіздер. Найман мен қоңырат қатар дейміз ғой. Енді мынау асты үстіне жетті бір түссе мысалы құдалардан бір бата барайық, иә? Я Құдай оңдасын, құдаларың қолдасын, қыдырың қияласын, періштелерің ұяласын, кең пейіл, кең дастархан берсін. Бәрекелді, бәрекелді. Мынау адамның баласы сөйлескенше, жылғы кісілескенше деген жер бар. Құрметті. Олай болса, бір-бірімізді жаңа бір көрген біліс, екі көрген таныс дейік, бір-бірімізді біле отырайық ондай болса, иә? Енді әдеттегідей осы қонақтардан жаңағы жай жапсарын, жолын, жігіттер шайды құя беріңіздер, қыздар. Шайды әкеле беріңіздер. Бұл кісілер енді ұзақ жолдан келе жатыр. Шайды, бір шайды ұйымдастырмайды. Жігіттер шай жеп алайық, нан жеп алайық, содан кейін барып қалғанды іріктей береміз. Олай болса, мынау жаңа айттық қой, Қоңырат деген елден боламыз деп жатырмыз. Бас құдаларыңыздан бастап таныстырайын. Телефонмен сөйлескенде боларсыздар. Бас құдағименен. Мынау пока бірінші көрген кезде отпечаток болып қалады өзі адамның көзінде. Қайрат тұрса орнынан. Мына Қайрат деген құдаларымыз болады. Бұл кісінің жұбайы арқанда Ләззат деген кісілер. Бұл кісілер енді жаңа Қоңырат ағайын деп жатырмыз, соның ішінде Қожамберді Хүйсханс деп жатамыз біздердің руларымызда. Соның әулеттің үлгені ел ағаларымыз бар, олардың барлығы енді мына бейуақта уақыт болғаннан кейін келген жоқ. Мынау орта буын жігіттерменен, орта буын келіндерді келіп күтіп алатын жағдайымыз бар. Қалған кісілерді ары қарай ауылға барғанда, құданың үйіне барған кезде танысып жатарсыздар. Мынау шаңырақты, мына құдаларына көріп таныспасаңыздар, шаңырақ таныстырайын бірінші. Осы мына Ләззаттай құдағиларыңыздың шыққан шаңырағы. Яғни сіздердің келіндеріңіздің, нағашыларының үйі бұл. Сосын кейін мына келе жатқаннан кейін жолдан күтейік, ас суымызды берейік деді. Енді біздің ауылға қарай тағы бір 500 километрдей жол жүрістік. Бірден алып алсын деп жатқан жағдайымыз, 500 километр жол жүрістер. Ал енді Бектұрған, мына Қайраттай үлкен ағасы, бұл кісілер өздері бес ұл, бір қыз, 6 ағайынды бұл кісілер. Ұлдың үлкен осы Бектұрған ағай. Мектепте завуч деп айта берейін де, ертең завуч ойдар деп қойын. Бектұрған ағайдың жолдасы Бекзат. Бекзат мінекейіңіз осы кісі. Мен немере ағасы боламын осы кісілердің. Атым Әбдіқадыр болады. Мұна үш жұрттың ұлысында ұлығы нағашы жұрт дейтін болсақ, жаңағына дастархан жайып жатқан осы үйдегі шаңырақтың ұлдың үлкені Абай. Қолын көтеріп жүрсе, әбеке? Ұқсат болса. Абай деп, мына үстінде отырғанда бірінші таныстыра берейін, жігіттері. Одан кейін мына Әбдіманап. Жаңағы бұл кісіден немере шөбере болып қосыла береміз, біздер де өзі осылай араласа береміз өзі. Әбдіманап, Зұлпықар. Сосын кім бар? Мына Махмұд. Жаңа 5 ұл бір қыз дедік қой. Сол Арқашында бір бидай. Арқашында бір бидай. Махмұд. Жаңа сіздердің жолдарыңыз жақсында тұрады бұл кісілерде. Жамбылдың бер жағында тұрады. Түлкібаста. Түлкібас деген жер бар, білесіздер, киелі жер, сол Түлкібас өңірінен келген жігіт бұл кісі. Махмұд, одан кейін Махмұдтан кейінгі Айзат. Осы кісіге жақын мен болып тұрмын ғой, пашам ғой. Айзат, Қайраттан үлкен ініміз бар еді, өмірден өтіп кеткен, сол кісінің жолдасы. Айзат.
Так, üstündeki ağaylar tol bitti mi? Endi mınaqtımdan nağaşlarını, tünmenen jürep, hizmetçisi ya keldiler kayda. Barıqlar atlarında ayda tüsörlendir. Kel. Ülgen kim? Avay aytmayın. Avay deydi. Ya, Amantay. Amantay'tiki kasındasına. Amantay kasında amandırsın. Men Nursultan. Nursultan kasında Nursulu dep koysa. Şuay Lazzat. Ha, Lazzat. Arada. Elim oldu. Yesultan. Yesultan. Bu kişilerdi bari kişilerle kızı soğuğa sakaday saydırgan jigitler keldiler. Çayda ısıttan avusturup sütlü çay deseniz sütlü çay, kok çay deseniz kok çay, teşkil çay deseniz teşkil çay dayındap verenler keldiler. Bardan dayındap veren. Al. Çaydan kıyıldı olsun, üstünden kıyıldı kolay olsa. Al. Oh, Kostya, kanatına. Tekrar elimizden ülken ulu. Bu kişi de жаңағы hizmet soğuğa dayım. 24'te jiyede dayım deydi. Так, барлығымыз болдық па, ешкім қалып кеткен жоқ па? Құдеке, өзіңіз енді есіміңізді жаңа сырттан сұрадық, дегенмен де осыны жарықта біраз ағайындар білсін, дәмен ауыз үйдіңдер, енді өзіңіз айтып берсеңіз. Ассалаумағалейкум, ағдастырған иелері, сіздерде қыз бар, бізде ұл бар дегендей. Сол жерде Астың дәмін келтірер, Тұзәулие, екі елді табыстырар, Тұзәулие демекші. Мына сіздердің қыздарыңызбен біздің ұлымыз Сансұр бір жақсы шаңырақ иесі болайын деп жатқан екен. Соған енді соны қолдап бақытты болсын, тілеулес болып туған туысқандар келіп отыр артынан. Сол енді тастыра кетейін. Жаңағы сіздердің құдаларыңыз бас құда аты Ержан, құдаңыздың құдай қосқан қосағы сіздердің құдағиларыңыз Алтынай, сіздердің өздеріңіздің құдаларыңыз 5 ағайынды, 3 ұл, 2 қыз. Өзіне 5 балалы, 4 ұл, 1 қыз. Соның ең үлкені қыздың жаңағы құдағыларыңыздың ең үлкені қарындасы Арай. Құдашаларыңыз, Құдаша. Одан кейін жаңағы Тұрар, ең кенже інісі Тұрар. Құда балаларыңыз. Ал енді Чайза апайымыз келіп отыр, нағашы әпкесі. Яғни құдаларыңыздың шешесінің сіңілісі. Нағашылар жағынан. Содан кейін жаңа айттым ғой, 5 ұл деп. 5 баласы бар деді. Соның ең үлкені Шыңғыс деген болады. Шыңғыстың енесі, яғни құдағиы. Бұл кісі оңтүстік өңірінен келсе, есімі Ғалия. Шерден шыққан. Жаңа, мен сіз анардақ біліп қойдың негізі. Есімі Ғалия. Мен жаңағы кімнің құдаларыңыздың кенже қарындасы бар, Жайнар деген. Жайнардың күйеуі болам, яғни осы әулетке күйеу бала болам. Есім Бақытжан болады. Осы және сіздердің болашақ құдай бұза күйеу балаларыңыз осы іс-шараның кейіпкері. Бәріне кінәлі осы дейсің. Бәрі кінәлі. Араласып отқан жігіт іс-шараның ең басты несі. Біздің аман есен бірінші Алла, бірінші осы Сұлтан мырза бізді діттеген жерімізге аман есен апарып алып келетін. Шоғырды делі. Бәрекелді. Молодец. Ал енді айттық қой, бір-бірімізді танысы, білісіп алғанша деп. Күдеге шай жұтсаң, шықты көреді. Жаңағы бірдірлі қарап отырсыз. Ұялып отырсыз ба? Шай ішіп отырмыздар. Сосын ана жолдан сені айтып отырмыздар. Бірлігімен ынтымағын жалғастырып, сонау Семей өңірінен құда болып келіп жатсыздар, құдай қаласа. Семей десе, біздің есімізге әдетте Абай түседі, Мұхтар түседі, Шәкәрім түседі. Сол киелі өңірден, киелі жерден келіп жатқан мына құдалар, сіздердің құрметтеріңізге біз бір-екі ауыз тілек айтайық.
Содан кейін барып аттың басын сіздерге қарай бұрайық. Өйткені сіздер алыс жолдан келіп жатсыздар, жақсылап шайланып алыңыздар. Болады ма? Олай болса, мына біздің үлкендеріміз әулетіміздегі Махмұт. Бек тұрған екен бір мына келген құдаларға бір қош келдің айтсаңдаршы. Бәке, бастаңыз. Ал құдайкелер, танысқанымыз арта берсін, құда қаласа төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Әрқашанда осылай келген асқан басында сізіміз жоғалмай, осылай тойда болған білейік. Жастарымыз бақытты болсын, мақтың болсын. Қарекет, құда болғақтан құда қаласа құттықтаймын, бақытты болыңыздар. Аман болсын, жастарымыз бақытты болсын. Құрметті құдалар, құдағайлар, бүгін төріңіздің басында төрге шыққаныңыз құтты болсын, құда қаласа жастарымыз бақытты болсын. Солардың қызығына сіздер болып, біздер болып қоймай жүре берейік. Енді ең сау болсын, мынау Семей өңірі мен Қызылорданың арасы алтын көпір бола берсін. Қорқып жеріңізді қыздарға ал деп айтсаңызшы. Бекзат апай. Мына апай сөйлейді бар. Бекзат апай сөйлеп жерсін да қыздарға ал деп айтсаңыз. Құдалар, қош келдіңіздер. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жастарымыз бақытты болсын, екі жасымыз. Аумин. Ендері сау болып, жүгірлі болсын. Құда қаласа осылардың жаңағы қызықшылығы көбейе берсін. Қайным мен Ләззаттың отанында Құдай қаласа той бола берсін. Сіздер тойымызды бөлісіп келе беріңіздер. Алтын көпір деп атыр ғой. Құдай қаласа алтын көпіріміз жаңағы мәңгілік болсын. Ендеріңіз сау болсын, тойға жетейік. Ал енді жаңа сөйлеген жігіттер жағалап жүріп нағылыңыздар. Несіне қосамыздар, алыңыздар, ішіңіздерді. Қапа түс па? Өзі әнесінің жоспары болады ғой. Енді біздің Құдай қаласа жоспарымыз қазір осы жерде шайландырып шамалы су ішіп алу. Содан кейін мына жерде қарындасымыздың үйі бар. Ол кісілердің өздері шетелге кетіп қалған. Үй таза үй, қазір өздеріңді дайындап сөйтіп отырмыз. Барып сонда шамалы демалып алыңыздар. Өйткені алыс жолдан қазір білеміз ғой, аяқтарыңызда қарысып қалды дегендей. Сол жерге барып шамалы демалып аласыздар, бір 5-6 сағат. Сосын кейін әбетте Құдай қаласа келіп алып кетеміз ғой, Құдай қаласа барлығы. Қыздар прическаға барамыз десе салонға ұйымдастырамыз. Ер кісілер баняға түсіп аламыз десе банясын ұйымдастырамыз. Барлығын ұйымдастыруға болады Құдай қаласа. Соны айтып қойып жатқаным ғой енді. Құдалықтың негізі ең қызық бастауы осы жерден басталып жатыр ғой. Дегенмен де болса, өздеріңіздің құдаларыңыздан құдағиларыңыздың үйінде Құдай қаласа әбетке турлап қарамыз. Мына тұрған жігіттердің барлығы 24-7 сіздерге қызмет жасауға әбден лайық дайын тұр. Жоқ, ұйықтамаймыз, азанға шейін билейміз, даган саурамыз, біз ұйықтап келдік, Алматыдан бері қарай дейтін болсаңыздар, біздің жігіттер дайын қызметті күтуге. Ұйықтап демалып қойды. Демалып па? Ұйықтай алмайсыз да ол. Досыңның асын, дұшпанның асындай жедеген жер бар. Құрметті құдағайлар, жақсылап алып ішіп отырыңыздар. Енді мына ұйқымыз ашылып қалды, шынын айтқан кезде біз енді суытылған аттай уже ары қарай шаба беруге дайын тұрмыз ғой, Құдай қаласа сіздерге қарай ішімдік жасауға. Ал енді мынау жаңа келе салып бір жаңадан алғандай болып сіздерге бір сөздің кезегін берген ұяқтау деп отыр бек. Жаңа мына үлкен анамыздан батамызды алдық, Құдай қаласа апа дегенмен де болса бата бір бөлек, жақсы тілек бір бөлек қой. Жақсы сөз жарым істеп жатады, жақсы сөйлеп, жақсы тілек айтып отырсақ, мына нұр үстіне нұр болар еді ғой. Мына әлемде қабыл деген құс болады деп жатады апа. Қабыл деген құс қалықтап ұшып жүреді екен. Сол кезде қай жерде жақсы тілек айтылып жатса, сол құс төбесіне ұшып бара жатса, сол қабыл болып қалады екен да. Олайын бүгінгі таңда мына 2 жасқа деп арналып жатқан тілегіміз қабыл болып, осы қабыл құс төбемізде қалықтап ұшып жүрсін дегенде ғой. Сіздің тілегіңіз қабыл болатын шығар, Құдай қаласа сол қабыл құсына. Ал апа, ақ жауызды анамыз, үлкен анамызда жақсы тілек алайық.
кем дегенде 2000 шақырымнан келдік қой. 2 шақырым тұрамыз. Құдай болсын, дәм болсын, балалар бір-бірімен сөз байласып, екі елдің арасында сол жаңа өзің айтқан алтын көпірлерін жалғасып тұр. Енді осы көпірді Алла ұзағынан болдырсын, сіз бен бізді ұзағынан сүйіндірсін, тек қана ортамызда береке бірлік, ұйымшылдық болсын, бір-бірімізге аман сәлемімізді жуып, ғұмырларың ұзақ болып, қызықты тойдан айырмай, бастарың аман, дендерің сау, қызыққа жете беріңдер. Амандық болсын тек қана. Семей осы жерден қанша шақырым екен өзі негізі? Семей өскеден 1000 шақырым. Біз ары қарата Өскеменде тұрамыз. Семейден ары қарай тұрамыз. Аллахың мұнда бізде. Біз Зайсан маңайында майғап шығайдық. Билейтін де барамыз, өлең айтатын да барамыз деген сияқты сондай жасақталып барамыз ғой негізі ұзақ қорытында. Сол сіздер жақтан анау қыздардың бір шетіндеуі, сен барған көтересің ғой дейтін айтып берсеңші біз. Таппай жатыр ғой. Қаяна баратын білмедім. Жер шалғай, баратындар көп, жер шалғай, тіршілік. Мал жаны бар, бала шағасы бар, оты бар, сіздер сияқты газ емес. Сосын қайтер, бәрі тартылады, бәрі бар ойлайды. Әділі енді жер шалғай болады, болады, түсінеміз. Көнесің деген көмпістерді алып қана келіп, жолға көнесің дегенде. Шекеттер жоқ па. Gaz varlar, kalk ettim ha. Жалпы от жағасында қалғанда газ барлар деген болып тұр ғой. Газ барлар деп тұр ғой. Газ бар ма? Ана от жағасында қап кетті Енді ғой осында онда. газ шығаратын уақыт келді, жинай бермей. Шамал бір демалыңыздар. Құдай қаласа той. Құдай қаласа қызықшылық. Апа біздің міндетіміз айту, күту. Жалпы біздің міндетіміз. Енді сіздердің арасында мүмкіндігі болса, кішкентай қосылып отырғандарыңыз абзал ғой. Жігіттер, аямай құйыңдар, аямай ішіңдер. Оған дейін чұқалап, себелеп отырайық, е? Мүмкіндігі барынша көп. Өйткені бұл құдалық дегенде бәйгенің бір түрі. Бәйгеде 4 аяқты ат шабатын болса, құдалықта 2 аяқты жігіттер шабады. Апа, ол аяғына дейін жету керек бәйгенің. Жарты жолда қалып кеткен болмайды. Ал жігіттер тамақтарыңызды салып. Қасқыр мен қазаққа ет жейтін кезде үндемеу керек, сөйлемеу керек. Сонымен былай айтам да кейде. Қасқыр тапса жейді, қазақ күнде жейді ғой етті. Алып отырыңыздар дәмнен, құдай қаласа, бұйырған дәмнен. Алып ішіп отырыңыздар. Бауыр тартып болғаннан кейін барып сөздің кезегін беріп жатамыз. Көп жағдайда. Өйткені неге құда болдың ба, құйрық бауыр жедің ба деген қазақтың керемет сөзі бар. Құйрық бауыр жегеннен кейін нағыз құда болып, төс қағыстырғаннан кейін құдаға сөздің кезегін береді. Негізі біздің өңірде, әр өңірде әртүрлі ғой негізі. Енді дегенмен де болса мынау нағашы жұртқа келіп отырғаннан кейін 3 жұрттың ішінде ұлсыда ұлығы нағашы жұрт деп жатамыз. Нағашыңды сыйла, анаңның құрметі үшін деп жатады. Олай болса осы нағашының шаңырағында отырған кезде құрметті құдеке, құдағимен екеуіңіз бір жақсы тілек айтып беріңіздер. Ал енді не дейін? Қызы бар, назы бар дейді. Сәне жоқтан баламыз. Осы үйдің баласын бұны атып, сәне жоқтан бізді чүбір атып осында. Бәрін алып келді. Ал құда, не айтамын, басың заман деңіз сау болсын. Нәпел өсірген қызыңыз енді біздің қолы аман есен қондырып отырсыз. Рахмет, 2 бара табысыпта. Не айтамын, қазір өз денсаулығым дұрыс болмай тұр. Ертең жақсылық айтып беріп достарыңызға. Сол денсаулықты дұрыс іреттемей жатырмыз, осы бізде, әй бір нәрсе екен болып тұра осы бізде. Ал құдағи. Құрметті тойшылға енді 2 жас бірін-бірі тауып табысып жатыр екен. 2 жас бақытты болсын. Аман есен болады бәріміз.
Халал жабады, Құда қаласа. Қажет уақытыңызға рахмет. Не айтамын енді? Жоқ, ойланып айта берсеңіз ғой, әлі 8-де сөйлесіп қайтамын дегенше. Айтамыз дейді. 11 ме? Бәрекелді. Әбіш маған. Жалпы су аға деген. Арнасында аға деген жалпы ше. Сезіп тұрмын ғой мен. Айттым баған енді. Барға танып қояды деп та. Кеше адам бір-біріміз танып қоямыз ғой жалпы негізі. Жобасы бар ғой? Бар ғой. Құрдас-құрдамда біліп тұрмын, бірақ бұл кісіге тапсырма күшті болған екен. Бәрімізге бір кітап оқып бере ғой кейде. Құдай елінен қайтарда көрсетіп тұрмас, кітапты аш. Айтты, уәде берді. Ертең көреміз деді. Не болса да көреміз. Құдай қаласа деді. Уәде бар Құдайда. Бүгін бір рет көру керек те. Бүгін кітаптың бетін ашпайын деп отыр ғой. Ертең кітапты ашамын дейді. 12-ден кетті дейсіз сағат. Ертең болып қойып табады. Құдайға. Арақпен сыйласпай Жоқ, ол Дұрыс. Жоқ, мынау қысыр сөз күннекке жақсы, күнден жүрекке жақсы деп жатады апа. Арасында қысыр сөз күлдіріп отырамыз. Өйткені күнден жүрекке жақсы дейтініміз жүрегіміз мықты болса, денсаулығымыз мықты деген сөз ғой. Олай болса, алайын барлықтарымыз жүректеріміз мықты болып, денсаулықтарымыз зор болсын деп отырып, жақсы ары қарай тілек жалғастырып жүрейік. Мен енді мынау қазақтың керемет сөзі бар. Керемет дейді, мақтайтын сөз емес, атпен сиыр айдағандай деген жері бар. Бастырмалап білек сөз берейін. Содан кейін сіздерге демалатын жерге жақтап шығарып салайын. Болады ма? Әлде отырамыз ба? Біз сіздердің ықтиярларыңыз да бар, сіздердің ықтиярларыңыз. Олай болса мынау, мен негізі осындайда апа жаман қатты бұратын адаммын мен. Ана ұрын болмайды деген жер бар Қазақстанымызда. Мен сол жаман бұрамда қарындасым бола ма, әпкем бола ма? Қайда қоз? 70 мың, олай ән айтты ғой. Ана, газеттен түскен кезде мен білдім, ай, осы менің құрдасым ау деремін деп қояйын да. Ал, мен мынау қыздың жолы жіңішке деп жатады, осы қарындасымызға сөзін кезегін берейін. Бұл кісіге қосып, мына екі құда балаға сөзін кезегін берейін деп отыр. Құда бала деген режиміңіздер, біз бала емеспіз ғой, бір ақталдай азаматпыз, бір елдің жаңағы тізгін ұстап отқан демеңіз, менен кішілеу болғаннан кейін құда бала деп жатыр, майып өттеңіздер жүрсіздер. Сіздерде қыз, бізде ұл дегендей. Айтып келе жатырмын ғой, Нұршыбектің арқасында 36 жыл болыпты. Жаңа болғанға последний 90 жылы келгенмін. Одан бері де мен бүгін осы тойға келіп отыр екен. Ой, жарыме, атпаспайым деген жүрек басады деген осы. 2 жас бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын, жайып отқан дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Сол, төрге шыққандарың құтты бола берсін. Қалған түс ертең. Демалып айта беріңіздер. Ал, жігіттер, құймадыңдар ма жігіттер жігіттер? Қазір сөйлей берсін да. Сендер ауа сорғызбайын деп тұрсыңдар ғой адамдарға? Екі жас баққа. Екі жасқа жайылған сіздерге көп рахмет. Құдалығыңыз мың жылдық болсын. Киімдеріңіз сау болсын. Бәріңдеріңізге денсаулық берсін. Енді осы екі баланың бақыты үшін енді бәрі. Иә. Аман сау болсын, еліміз тыныш, жұртымыз тыныш бол. Өйстіп кейбір тақада кездіге көрейін. Сол үшін. Ал құрметті құдалар, армыстардағы кеш жарып, қайырлы түн бүкіт. Бізге көп рахмет. Түннің осындай уақыт кеш болып кеткеніне қарамай, соны жарты жолдан күтіп алып, үйге әкеп, дастархан жайып, бізге құрмет көрсетіп жатқандарыңызға
дастархандарыңыз осындай тек қана жақсылыққа жайылсын. Мына екі жасымыз бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Сол екі жастардан ойлаймын, жаңағы жүректі отанға, өмірді теңізге, намысты ешкімге бермейтін азаматтар көп болады. Сондықтан да тек қана ұрпағымыз тек қана мықты, білікті, білімді, иманды ұрпақтардан болсын. Әрқашанда тек қана жаңағы басымыз жақсылыққа жиналсын, дастарханымыз жақсылыққа жайылсын, сіз біздігіміз ажырамасын, жаңа құдалық мыңжылдық деп отыр. Сондықтан әрқашанда сіз біздігіміз ажырамасын. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын, құдалық мыңжылдық болсын. Қошын. Жақсы демаласыздар. Кездерімізде келгенде, жақсы іштер. Қандай кездеріміз? Құрметті құдағилар, ат терлетіп 2000 шақырым жерден сіздердің елдеріңізге, жерлеріңізге келіп қалдық міне екі баланың арқасында. Енді Нұржігіт мен Аяжаныңыз бақытты болсын. Біз екі әулеттің басын қосып отыр. Осы қуанышымыз жағынан болып, аман есен болайық. Балалар бақытты болып, Аяжанымыз бізге балдай батып, судай сыңсын. Екі балаға тек қана бақыт тілеймін. Ағамыз бен жеңгеміздің екінші баласы ғой енді. Тек жақсылық болсын, осы үйде тек қуаныш той болсын. Енді бұлайға уәде Құдайдың аты деп жатады, біз уәдемізде тұрайық. Мақұлма, уақыт. Мынау баяғыда бір... Мен осына бір алғасын, сосын мен бір тілек айтайық та мақтан. Тұрақсаңшы. Бекі жаңғада сөзді білі өрдіңіз. Қатары құтты болсын. Аяжанның ағашшы болады. Әпшем, Қайрат жездем, Ләззат әпшем, Аяжан бұған жиеніміз. Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын, аман болсын. Құда жаңа 1000 жылдық болсын, алтын көпір ажырамасын, өмірлі шүбірлі болсын, дендері сау болсын. Аман болыңыздар, Құда қаласа кездесе берейік, қызықшылықта кездесейік. Нағашылар, кім қосады? Алдыңыз, құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екі жақты табыстырып, таныстырып атқанда екі жастың арқасында осы Құда қаласа екі жас жақсы болса, құдағилар бірін-бірімен жақсы сыйласты болады. Лайын жақсылық болсын, той болсын. Аяжан біздің ең бірінші көрген, менің әке-шешемнің бірінші көрген немересі, жиен қарындасымыз болып келеді. Құда қаласа барған жерінде сыйлы болып, абыройлы болып жүрсін. Нағылдыңыз, Құда қаласа осы тойды аман есен өткізіп, сіз біздесіп, сыйласып, осындай дастархан басында кездесіп жүре берейік. Дастарханнан дәм-тұздан алып, ішіп, жеп, қысылмай отырыңыздар. Не дейміз, құдалар, Құдай қаласа төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Еліміз сау болсын, Құдай қаласа екі жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Құдай қаласа шілдехана бесік тойда басымыз қосыла берсін. Еліміз сау болсын, не дейміз, арадағы алтын көпір ажырамасын. Құдай қаласа осындай кең дастарханда бас қосып жүре берейік жақсылыққа. Сол үшін. Нұрлан Еспанов деген композитор бар ғой, бесі тұр ғой, әнші. Ерсұлан, тілек айтайын деп отыр. Тұрасаңшы, бір арасында кішкене эпизод қосып жіберейін деп отқаным ғой. Ұрыспаңызшы. Сол Нұрлан Еспановтың ұлының шығарған бір өлеңі бар. От жанарым дегенде, сол от жанарып отырған сен болып тұрсың ғой, құдалармен алады сен аузын деймін. Құда болады, қосып жібер. От жана берсін, Құдай қаласа көптеген тілектер айтылып отыр ғой, жақсы тілектер айтылып отыр. Сол бәрі алып қаланың қабыл еткен тілегінен болсын, орындалған тілегінен болсын. Құдай қаласа тек қана қызықшылықта
тойда бас қосып жүре берейік. Құдай қаласа қарындас келсе күйеу баламыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, тек қана тойда, жиында бас қосып жүре берейік. Ешқашан ауырмайық, кейде қарсы істер жаман болсын, істеп жатқан жұмыстарымыз артыға береке берсін. Сосын алып қойыңыздар. Aldırmadın mı? Kendi düşünüyorsun bak. Kendi de aydan bak. Koslama. Қосыламыз ғой. Koslas değil mi? Koslu kalktı. Енді құлай айырмас, сендерді ол қосылғандарын болды. Осы маған айтып жатқан деп ше. Әйтпесе айтамайды. Ал, ақадаш, қарастырсаң. Бата беріңіз апа. Ұлдашаға бар. Батаның астында қабас жүріп тұра тұршы. Басымыз аман болсын, тыныштық заман болсын, абыройымыз арта берсін, дастарханымыз қазға тарта берсін. Ал, рахмет сіздерге. Шамал нағып қойсақ, айып етпеңіздер.